Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Сіздерге осындай пиццаның жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, коммент қалдырып келіп кетіңіз. Осындай жұмсақ, тап пиццериядағыдай болып шығатын пиццаны жасаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, тұз, ашытқы, сұйық май, шекер, жылы сүт қажет болады. Мен осындай меркі арқылы өлшеп алдым. Ұнымды осымен 500 мл болатындай қылып өлшедім. Ешқандай таразыны қажет етпейді. Осы арқылы сүтті де өлшедім, ұнды да өлшедім. Таза ыдысымызға ең бірінші жылы сүтімізді құямыз. Ыссы болмау керек, жылы сүтімізді құямыз. Немесе жылы суымен де істеуге болады. Содан кейін тұзымызды салып, тұздан кейін шекерімізді салып, кішкене былғаймыз, араластырамыз. Шекеріміз бен тұзымыз ерігенше кішкене араластырып аламыз. Содан кейін ашытқымызды саламыз. Менде ашытқы әдейі пиццаға арналған ашытқы. Бұлай қарапайым ашытқыны да салуға болады, құрғақ ашытқыны. Тағы да ашытқымызды салып алып, тағы да араластырып аламыз. Рецепт бойынша жасасаңыз, пиццамыз өте керемет болып шығады. Сондықтан рецепт бойынша жасауымыз керек. Келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізуіміз керек, міндетті болып табылады. Аз-аздан ұнымызды сала отырып, араластырып отырамыз. Іртік қалмау керек. Осылай араластырып жүріп, тағы да електен өткізіп, ұнымызды тағы да саламыз. Тағы да араластырамыз. Әзірге қасықпен араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, тағы да жартысы ұнымызды қолымызбен араластыруға болады. Ыдысымызды майлап алып, жаңағы дайын болған қамырымызды салып, ішіне салып, жылы жерге қоямыз. Жылы жерге 40 минутқа қоямыз. 30-40 минутқа қоямыз. Енді келесі мен соусын өзім қолдан жасаймын. Ешқандай кетчупты қолданбаймын. Осы соуспен өте дәмді болып шығады. Осындай қызанағымызды алып, қайнап тұрған ыссы суымызды құйып қоямыз. Осы қызанаққа суды құйып қойғаннан кейін кішкене қойып қоямыз. Оған дейін сарымсағымызды вақтап турап аламыз. Осылай тураймыз, вақтап тураймыз. Осы соусына сарымсақ өте жақсы дәм береді. Міне, қызанағымыз судан алдық. Енді осы қызанақтың сыртын ашып алып тастаймыз. Ашып алып тастаймыз бәрінікін. Ысы суға салғасын қызанақтың сырты өте жақсы, жеңіл алынатын болады. Қызанағымызды осылай пышақпен турауға болады, қылып, құттай төрпішті қылып, немесе блендермен істеуге болады, блендермен араластырып жіберуге болады. Мен қызанағымды осылай турап алдым. Осы соусты міндетті түрде жасап көріңіз, жасап істеңіз. Сол кезде пиццаңыздың дәмі өзгеше болады. Міне осылай турап аламын. Бүкіл қызанағымды осылай турап аламын. Міне дайын болды, турап алдым. Қызанағым, сарымсағым және шемекі май керек болады. Шемекі майды, сұйық майды мен осы соусымды қуыратын боламын. Бірінші сұйық майымды құямын. Құйғаннан кейін кішкене қыздырып аламын. Газдың астын қосып, кішкене қыздырып аламын майымды. Содан кейін үстіне жаңағы туралған сарымсағымды саламын. Сарымсақты
қуырамыз, кішкене қуырып аламыз қызарғанша. Осылай қуырып аламыз. Содан кейін туралған немесе блендерден өткен қызанағымызды осы сарымсақтың үстіне салатын боламыз. Осылай саламыз да 3-4 минут осы отта қайнататын боламыз. Міне соусымыз өте оңай жасалады. Ешқандай артық приправаларды қоспаймын. Кейбір балалар приправаның дәмін ұнатпайтын болады. Бірақ мынаның дәмі өзгеше болып шығады. Өте дәмді болып шығады. Осы соусымыз қоюланғанша, кішкене қоюланғанша газет қайнатамыз. Міне осылай қоюланады. Ары қарай іріленіп туралған қызанағымызды езіп аламыз қасықпен осылай. Енді қамырымыз дайын болды, көтеріліп, оны да екіге бөлеміз. Екіге бөліп аламыз. Мына қамыр 2 пиццаға арналған қамыр. Міне 2 пиццаға арналған қамырды осылай екіге бөліп аламыз. Ары қарай дөңгелек қылып жаямыз. Мен пиццаның дөңгелек формасын қолдандым. Немесе газдың өзінің противніне салуға да болады. Міне противнім осындай болып келеді. 30 сантиметрлік противнға жаңа қамырымызды орналастырып аламыз. Орналастырғаннан кейін вилкамен, шаңышқамен осылай тесіп шығамыз. Міне соусымның жартысын құйып, бетіне біркелкі қылып жағамын. Жағып аламын осылай. Біркелкі қылып бүкіл жеріне осы соусымызды жағамыз. Ары қарай салмамызды дайындаймыз. Мен салмасына колбаса мен шұжықпен жаңағы сырдан жасаймын. Және тек қана қызанақтан жасап пісіремін. Міне шұжығымызды да осылай алып, жұқа қылып тілеміз. Жұқа қылып тіліп аламыз. Содан кейін ірімшігімізді теркіден өткіземіз. Міне мен 2 түрлі ірімшік алдым. Біреуі арзан түрінен алдым. Екіншісі қымбат моцарелланы қолдандым. Екеуін араластырып пиццамыздың салмасына салдым. Ірімшігіміз көп болғанда да пиццамыз өте дәмді болады. Егер ірімшігіңіз аз болса, ештеңе етпейді. Онда да жақсы болып шығады. Міне қызанағымызды ары қарай дөңгелек қылып тураймыз. Жұқалау қылып дөңгелек қылып турап аламыз. Салмамызды саламыз. Ең бірінші мен ірімшігімді саламын. Міне ірімшігімді орналастырамын. Немесе ең бірінші шұжығыңызды салып, сосын үстіне ірімшікті де істеуге болады. Содан кейін міне шұжығымды орналастырамын ірімшіктің үстіне. Пиццамның салмасын, қамырын дайындап жатқанда духовкамды ең жоғарғы температураға қосып қыздырып қоямын. Содан кейін духовкада 5 минут 6 минутта пісіріп аламын. Міне пиццамыз дайын болды. Тап пиццериядағыдай болып шығады. Балаларыңызға ұнайды. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, келіп кетіңіздер.